Солтүстік Қазақстан облысы 1936 жылы 29 шілдеде құрылды. Облыс орталығы Петропавл қаласы. Солтүстік Қазақстан облысының тарихи-мәдени мұрасы алуан түрлі. Аймақта 597 тарихи-мәдени ескерткіш бар. Соның ішінде 8 ескерткіш республикалық мәртебеге ие, 436 археология, 161 қала құрылысы және сәулет ескерткіштері. Өлкемізден қаншама ұлы дарынды тұлғалар, оның ішінде батырлар, ақындар, жазушылар шыққан. Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Иван Шухов, Қожаберген жырауды ауыз толтырып айтуға болады. Біз туған жерімізді мақтан етеміз. Елдің жердің басты байлығы атақты зиялы адамдары болмақ. Сондай-ақ біз атаған тұлғалардың шығармашылығы біздің күнге дейін жетіп, есте қалғанына қуаныштымыз.